Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Таудың ең биік нүктесіне шықсаң, алдымен көз алдыңнан ашылған керемет көрініске таңырқай қарап, өзіңді еркін сезінесің. Әрі аяғыңның астындағы тау жотасын сені бәрінен ерекше биік қып тұрғандай елестетесің. Ірі жартасты жыралар, созылып жатқан аңғарлармен жалғасқан тау сілемдері. Әрине осы тұмса табиғаттың әлі де тани қоймаған сырлары көп. Содан болар, мен жолай жибек жартасқа шығып, айналама көз тастай ұзақ ойланатынмын. Пржевальскийдің өзі адамдардың сөйлеу мәнерімен де, қайнаған тіршіліктің әсерінен де өзгерместен сол қалпын сақтап келеді деп жазған еді. Бұл жолғы саяхатымызды аңшылық сапар барысында от жағып, ошақ қасында отырған кезімізде жоспарлаған едік. Ой тастаған Акураси лақап атымен танымал белгілі аңшы. Әртүрлі себептерден жоспарымыз жылдан жылға орындалмай қала берді. Оның үстіне жолды жақсы білетін жол серік табу қиын болды. Өйткені ескі картада соқпақтар мен жыралар белгіленгенімен, қазіргі таңда қандай күйде екенін ешкім нақты ашып айта алмады. Көктемгі аңшылық сапарлардың бірінде аңшылардың бірі жақсы жол серік таппаққа уәде берді. Шәміл аға бізге бірден ұнады. Ұялы байланыс құралымен сөйлескенімізде ақ, ол кісінің саяхатымызды жобалап бергендігі тіпті асықтыра түсті. Осылайша экспедициямыздың күнін жоспарлап, уақыты жеткенде жолға шықтық. Әли Алиев үшін бұл саяхат Батыс Жоңғарияға зерттеу жұмыстарын жүргізуге керемет мүмкіндік болды. Яғни оның ойы осы бір таулы жыныс арасында жасырынған олжалы аңшылық нысаны Сібір тау ешкісін анықтау. Біз шыққан жабайы табиғат аясының әсемдігін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Айналаңда биік таулар, адам аяғы баспаған тұмса табиғат. Шәміл 65 жастағы қайратты кісі. Ол өмірінің көп бөлігін осы тау арасында өткізген. Алғашында мал бағып, тіршілік етсе, кейіннен ірі мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкер ретінде. Біз алдымен жол серігіміздің шаруашылығына бардық. Ол жақтан ат ерттеп мініп, кезекті маршрутымызға аттандық. Айтуға ұят, бірақ біздің картамызда Жоңғар Алатау тауы жай ғана ақ дақ секілді. Тянь-Шань, Алтай, Сауыр, Оғам, Сайрам, тіпті Байкал және Кәмшат шыңдары бізге жақсы таныс. Ал Жоңғар Алатау әлі зерттелмеген нысан. Кедендік бекеттен ары өту үшін міндетті түрде рұқсат қағазын толтыру керек. Рудник ауылындағы бекеттің кезекшісі бізге рұқсат қағазын жазып берді. Онсыз тау жыныстарында саяхаттауың қиын. Көксу өзені өзінің арнасын еліміздегі мұздықтардан толтырады. Қаратал өзенінің сағасы бола отырып, Жетісу жеріндегі Жеті өзенінің экожүйесіне енеді. Сай-салалар өте тар. Жағалауларындағы жыралар тіпті адам шошырлық. Алғашқы аялдама Шәмілдің омартасы орналасқан аумақта. Азамат кезінде тастап кеткен балды орталықты өзіне жекешелендіріп, кәсібін дөңгелете түскен. Әрі жыл сайын сапалы бал өнімін жақсы көрсеткішпен алып отырады. Вот люди у нас сейчас работают. Міне, адамдар қазір аралармен жұмыс істеуде. Болашақта ара санын тағы көбейтіп, халыққа сапалы бал өнімін ұсынамыз деген жоспарымыз бар. Сол үшін барынша тырысудамыз. Адамдарға қуаныш сыйлап, балалардың езуінен күлкісі кетпес үшін жұмыс істеп жатырмыз. Әрі туристер осы аумақтан өткен кезде бал өнімін алу өте қиын жұмыс екендігін көрсетеміз. Бал араларымен зейнетке шыққан кезде айналса бастадық. Бал арасымен жұмыс істеудің өзі бөлек бір демалыс. Біздің жолымыз болды. Сапарымыз дәл бал өнімі алынатын сәтке түсіпті.
Табиғат ананың осындай тамаша қасиеттерін дәмін татқанда қатты сезінеді екенсің. Бал араларының ұясы индустриалды дизайнның үлкен жетістігі, биохимия мен физиканың архитектураға араласқан керемет үлгісі. 100 шақырымға созылған соқпақты жол Бораталы шекара бекетіне тіреледі. Айналаңа көз тойар емес. Таулы жалғыз аяқ жолмен жақсы келе жатырмыз. Бірақ арасында қорқыныш ұялататын қиын аумақтар болды. Өзен үстінде орналасқан аспалы көпірден өту тіпті үрей ұялатады. Көпір құрылымы қарапайым, ұзын тростар қаңғағаштар бекітілген. Жан жағында ұстайтын жіңішке арқан болғанымен, тіршілік иесі өтпекке ниеттенсе, аспалы өткелі арлы-берлі шайқалып кетеді. Мұндайда уайымдамай өтуің мүмкін емес. Кеш қарайғанда киіз үйге келіп жеттік. Жүктерімізді түсіріп, қоржындарымызды жиыстырып қойдық. Сегодня мы поднимаемся. Бүгін біз Көксу жазығындағы Қарабұлақ өзеніне көтерілмекшіміз. Әне, өздеріңізде көріп тұрған боларсыздар. Біздің сапарымыздағы басты мақсатымыз Қазанкөл көліне бару. Барар жолды зерттеу. Сапарымызды 4 адам болып жалғастырмаққа ниеттенгенімізбен таң ата Шәмілдің көмекшісінің аты жоғалып кетіпті. Сол себепті ол өз атын іздеуге шықты. Ал біз үшеулеп саяхатымызды ары қарай жалғастырдық. Основной цель же Біздің саяхатымыздағы негізгі жоспар экотуризм, яғни жолай тұмса табиғаттың көрінісін, кездескен жабай жануарларды бейнекамераға түсіру. Таң ата күн райы ашық болды. Әрине бізге қажетті орайында астымызға мінген аттарымыз алғашқы асуға көтеріліп келе жатты. Қолымыздағы навигатордың көрсеткішін анықтай, өз жүру жүйемізді құрғанбыз. Бірақ таң ата жолға шыққанда сапарымыз оңай болып көрінді. Шәміл осы орындардың өз тарихына тоқтала бастады. Кеңестік кезеңде мұндағы тау сілемдері түгел дерлік, жазғы мал шаруашылығының жайылым орындары үшін белсенді пайдаланылған екен. Енді соңғы 20 жылда мал қарасын көрмейсің. Асуға өтер аңғарлар жолы өте қиын. Сол себепті малшылар жазғы қоныстарын тікұшақпен жеткізді. Жатын жайларды салды. Түйелер мен киіз үйлерін жыл сайын тасымас үшін. Ал қазір оның бәрі де жоқ. Ұмытылды. Көз алдымызда әр шақырым сайын ашылып отырған керемет табиғат көрінісін сөзбен жеткізе алар емеспіз. Қарабұлақ өзенінен өткеннен кейін жалғыз аяқ жолымыз бірден мұздықтарға қарай бұрылыпты. Сапарымыздың барысында алғаш рет осы орында тоқтап қалдық. Біріншіден астымыздағы аттарымыздың жүрісі қиындады. Екіншіден жол жарылған үйінді астында қалыпты. Сондықтан осы қауіпті аралықтан тез өтуге тырыстық. Асуға жеткенімізде тамаша көрініске куә болдық. 100 метр төменде тау арасындағы майлы көл айдыны жарқырап тұр. Біз тоқтамастан жүріп келеміз. Жолай сәл кідірген сәттеріміздегі уақыт тек ер тоқым мен қоржынымызды ретке келтіруге кетті. Жазыққа шығысымен Шәмілдің ағасы мен оның тобын кездестірдік. Олар бізді қарсы алуға шыққан екен. Жолды бастап келе жатқан 70-ке келген қария. Бар өмірін осы жайлауда өткізген малшы қартайса да әлі тың. Топтарында осы бір тамаша табиғат аясының көрінісіне куә болуға шыққан Шәмілдің немерелері мен жылқышы және бізге деп жетелей келген 2 жануар бар екен. Осы 2 аттың көмегімен жоспарымызды толықтай орындап шықпақпыз. Тағы бір кішігірім асуды асып өткеннен кейін қарияның баспанасы маңындағы үйге түнемекке тоқтадық. Түнімен жауын жауды. Бірақ біз түнеген палаткалар мұндай ауа райының қолайсыздығын сезгенде жоқ. Аттарымызды осылайша тағалай береміз.
Таң ата еңістегі орман арасынан екі маралды көзіміз шалды. Күндіз кезекті асуларымыздың бірі мыңжылқыға көтерілген сәтте бірнеше бастан құралған тау ешкілер тобыны кезіктік. Лақтарын ерткен аналықтары мен жас өскіндер бізді жанына жақындатпаса да, аса бір үрейленіп қаша жөнелген жоқ. Ескірген сүрлеу жолдан аюдың іздерін жиі байқай бастадық. Бұл асуды ұзақ жүріп астық. Тіпті арамыздағы азаматтарды тау ауруы дендеп, сілікпесін шығарды. Дереу қабылданған дәрі ауруды басты. Мұндағы жартасты қамалдар көрінісін ұзақ тамашаламадық. Жылдам жазыққа төмендеуге бекіндік. Әрине, жоғарыдан төмен түсер жолымыз кедергілерге толы болды. Алдымен жауын жауды, артынша қарға ұласты. Сосын жол серігіміз бағытынан жаңылып, тобымызды жартасқа бірақ әкелді. Ол маңнан жаяулатып әрең шықтық. Бұл тауды асу адамдарға ғана қиын болмады. Аттарымыздың бірі болдырып, жерге жаталақши берді. Түскі асқа тоқтаған уақытымызда кішігірім өзгертулер жасап, қоржындарымызды ауыстырдық. Бұл жазық саяхатымыздағы ең көрікті жерлердің біріне айналды. Созыла жайылған жасыл желек парсылардың текеметіндей аяғымыздың астында төселіп жатты. Ал жартасты жыраларда өскен әдемі гүлдер өлкөйін залдағы бұйымдардай әсер беріп тұр. Аспандағы көшкен бұлттар арасынан сәулесін шашқан күн нұры тіпті тамаша. Өкінішке орай, бұл тұмса табиғат аясынан демде өттік те кеттік. Жолымызды қысқарту керек болғандықтан, айналаға тамсануға көп уақыт болмады. Келесі күні таң ата ауа райы жайлы болды. Қария түске дейін Қазанкөлге жетеміз деп уәде берді. Кезекті асудан өткеннен кейін картаны қолға алып, бағытымызды тексере бастадық. Бірақ тағы жол дұрыс шықпады. Қорғас өзені мен Қытай шекарасы түбіне жақындайтынымызды сезіндік. Соқпақты іздей жүріп, Қазақстан арқылы өтетін Қорғас өзенінің сағасына жетіптік. Сондағы көпірден аттарымызды әрең өткізудеміз. Екі жылқымыз аяқ баспай қойды. Амал жоқ, өзен суымен өткізуге тура келді. Таулы сүрлеу өзен жағасындағы Қытай шекарасында қалыпты. Бірақ біздің елдің жолымен бірнеше сағатта Қазанкөлге жетуге болады. Түс ауа жолға шығуға ыңғайландық. Шынын айтса, атты адам мынадай жолмен жүре алар емес. Жалғыз аяқ жолымыз бірде көтерілсе, бірде төмендейді. Бағытымыздағы осы бір 8 шақырымдық соқпақты жол бізді әбден әбігерге салды. Жарым жолын өзен жағасын жағалай жүрсек, қалған бөлігін таулы жыралар арасындағы қиын да күрделі аумақтармен жүруге тура келді. Бір аралықта сүрлеуіміз бірнеше тармаққа бөлініп кетті. Жануарлар іздері шашырай кеткен тармақтарды салушылар, маралдар деген болжам жасадық. Бұл күні ауа райы да бізбен ойнағандай көрінді. Таң ата түске дейін күн шайдай ашық болған. Сол себепті өзімізбен қалың киім алмаған ек, аттарымызды да атқа тастап, жаяулата жылжыған шағымызда күн райы бұзылып, аспанды қара бұлт торлай жауын құйып кетті. Түс ауа сағат 2-лерде жолға шыққан едік, көлге кешкі сағат 7-де әрең жеттік. Үстіміз малмандай су болып, шаршап дегендей. Міне, 4 күндік саяхатымыз барысында әрең дегенде Қазанкөлге де жеттік. Кері қарайға жолымыз тіпті қиын. Абырой болғанда қолымызда шам мен навигатор бар. Не де болса о баста жоспарлаған мақсатымызға жеткенімізге қатты қуанып келеміз. Сапарымыз бұнымен бітпеді. 5-ші күні кері қайтқан жолда 12 сағат бойы ат үстінде отырып келдік. Жолай Майкөл көлінің көрінісі мен Қарабұлақ асуының тамаша табиғатына куә болып, көңіліміз орнына түскендей болды. Экспедиция барысында жабайы жануарлардан 4 марал, 50 бас тау ешкі, 2 аю мен бірнеше суырды көре алдық.